Мына қыз пассажир төлеп барып, түсіп кетіп барады, төлеп кетіп баратқан адамға, мысалы ақшасын алмай кетіп баратқан адам, соны жазып жатыр сборды. Ал мен о қыз бермесе де мен билетті міне қолына беріп отырмын. Енді Ана пассажир алмай кетті. Соны сбор деп жазып жатыр. Неге сбор? Сбор ғой, өйткені пассажирдің қолында билет жоқ болды. Мен сізге алып келдім, билет беріс деп тұрмын. Ол қыз, тұрған. Ол көріп тұрсыз. тұрсыз. Алып келіп тұрмын. Жоқ, Ол сіз пассажир төлеген ба, төлемеген ба? Жоқ, сіз көріп тұрсыз ғой. Көріп тұрсыз. Алмайды ол, алмайды деп. Алмай ма? Ол сіздің проблемаңыз. Алмайды деп жатқан жоқ. Сіздің проблемаңыз. Мен Алмайды, түсіп барады. Міне деп жатырмын мен сізге. Сіздің автобусыңызда безбилетті пассажир бар. Безбилетті пассажир жоқ. Төледі деп айтты. Алмай кетіп барады. Алмай кетіп барады. Алмай. Енді маған претензия, қандай претензияңыз бар аға? Қалай претензиям бар? Сбор болмайды. Неге болады сбор? Болады. Болмайды. Неге сбор болады? Массагетке келіңіздер, массагетте видеомды аштым. Жоқ, видеоны аштым. Ол сізге енгізеді, жүгіріп келеді, бере салады, түсіп кетеді. Артынан сіз келесіз, берді ма дейсіз, берді дейсіз. Мен сұрап тұрмын. 150 теңге берді ма? Сіз өзіңіз берді де, берді деп отырмын. Енді дұрыс қой енді. Сен отырасың, ол жүгіріп маған келеді, ақшасын береді. Енді мен қай уақытта мен билет оған жыртып беремін? Айтшы ал. Қай уақытта жыртып беремін мен? Остановка жыртып бергенде, сен кірген кезде жүгіріп келіп беріп отырмын маған, дұрыс па? Даже түсіп кетпекші. Берген жоқ. Мен көріп тұрмын, мен сізге специально терезені ашып сұрадым. Енді берді ма деді, берді. Мен алдым, алдым да енді билет сіздің қолыңызға беріп отырмын ғой. Неге сіз оны сбор деп жазасыз? Сбор ғой. Сбор емес ол. Сбор болады. Сбор емес.